Назареттік Исаның өмірі, өлімі және қайта тірілгені туралы ең алғашқы баяндамалардың бірін Луқа есімді адам жазған. Мұны Луқа жазған ізі хабар ретінде білеміз. Луқа бұл баяндамасын өзінің жазған екінші томында жалғастырды. Ол елшілердің істері деп аталады. Оның мазмұны Исаның өлімнен қайта тірілгеннен кейінгі істері жөнінде. Елшілердің істері шәкірттердің жақында ғана өлімнен өмірге қайта оралған Исамен бірге өткізген уақытымен басылады. Мұны көз алдымызда елестету тым таңғаларлық. Тірілген Иса содан кейін бірнеше апта бойы шәкірттеріне өзінің төңкеріс әкелген патшалығы, яғни өзінің өлімі мен қайта тірілу арқылы жасаған жаңа жаратылысы туралы тәлім береді. Бұл өте қызық мәлімет. Шәкірттер дүние жүзіне барып, бұл туралы айтуға дайын. Бірақ содан кейін Иса оларға Иерусалимде қалып, киелі рухтың құдіретін қабылдағанша күтуді тапсырады. Осылайша олар Иса мен оның патшалығының адал куәгерлері бола алады. Содан кейін Иса олардың қызметінің Иерусалимнен басталатынын айтады. Сосын олар Яхудея мен Самарияға және сол аймақтардан басқа халықтарға барулары керек. Бұл бүкіл елшілердің істері жазбасының жол картасы іспетті. Содан кейін шәкірттер Исаның бүкіл жаратылыстың патшасы ретінде тағына отыру үшін көкке көтерілгенін көреді. Сонымен шәкірттер бұл құдірет қашан келеді екен деп күтеді. Бұдан кейін 50-ші күн мейрам басталады. Бұл Израиль халқының ежелгі мерекесі. Ол жаздың басында тойланады. Сол кезде сан мыңдаған Яхуди діншілдері жердің түкпір-түкпірінен Иерусалимге қайтады. Қалада түрлі тілдер мен мәдениеттердің өкілдері жиналып, абыр-сабыр болып жатыр. Шәкірттер жиналған үй кенет қатты жел соққандай шу естіліп, от жалыны көрінеді. Жалын іспетті тілдер бөлініп, әрқайсының үстіне бір-бірден қонады. Бұл нені білдіреді? Мұнымен Луқа көне келісімде жиі кездесетін тақырыпқа меңзейді. Құдайдың салтанатты ұлылығы Синай тауында осы сияқты көрінген еді. Сонда ол Израиль халқымен келісім жасап, оларға 10 өсиетті тапсырды. Кейін Құдай өз халқының арасында тұруға келгенде, оның салтанатты ұлылығы жалынды от бағанасы ретінде көрініп, киелі шатырдың ішін толтырып жіберді. Бірақ бұл көп емес. Бір ғана от бағанасы еді. Иә, Луқа бұл жерде маңызды ойды айтып жатыр. Құдай өзінің киелі үйінде тұру үшін Құдай рухы шәкірттерге қонады. Сол рух туралы Израильдің пайғамбарлары алдын ала айтқан болатын. Енді Құдай Исаның рухани денесінде, яғни оның халқының бойында тұру үшін келді. Олар оның жаңа киелі үйі. Исаның адамдары енді Құдай мекендейтін жылжымалы шағын киелі үйлерге айналды. Олар Иса туралы әңгімелер айта бастайды. Бірақ өздері бұрын білмеген тілдерде сөйлейді. Осылайша басқа елдерден келген адамдардың бәрі оларды түсіне алады. Бұл нені білдіреді? Петр елші орнынан тұрып, бұл Израиль халқының киелі жазбаларға негізделген үмітінің орындалғаны деп түсіндіреді. Құдайдың жоспары әрқашан Ибраимның біріккен ұрпақтары арқылы адамзатқа татулық пен әділдікті жеткізу болды. Ал Израильдің рулары жер аударылып, басқа елдерге шашырап кеткен еді. Енді 50-ші күн мейрамында барлық рулардың өкілдері жиналды. Олар өздеріне жіберілген Мәсіх, айқышқа шегеленіп, өмірін құрбан еткен және қайта тірілген Исамен танысып, енді Израильдің қалпына келген халқы бола алады. Сөйтіп, мыңдаған адам Исаның жолына түсе бастайды. Бұл бізді Луқаның екі киелі үй жөніндегі әңгімесіне әкеледі. Иерусалимде Ирод патша салған киелі үй бар. Онда Исаның шәкірттері басқа израильдіктер сияқты Құдайға сыйынады. Бірақ қазір Исаның да киелі үйі бар. Ол адамдардан тұрады. Бұл киелі үй Иерусалимнің көп жеріндегі үйлерде жиналып жатыр. Олар өмірге түбегейлі жаңа көзқараспен қарайды. Дұрыс. Ойлаңыз. Мейрамға келген адамдардың көбі Иерусалимдіктер емес. Сондықтан олар жаңа отбасылар құрып, бір-біріне қолдау көрсетеді. Иә, кейбір сенушілер өз дүние мүліктерін сатып, араларындағы жарлыларға қамқорлық көрсетеді. Олар бірге тамақтанады. Күнде Құдайға бірге сыйынады. Олар дүниенің шынайы патшасы Исаға мойынсынып өмір сүрудің не екенін елшілерден үйренуде. Бұл өте қуанышты уақыт болған сияқты. Бірақ мұның бәрі ойын сауық болмады. Құдайдың киелі үйі болу көне келісім замандағы іспетті жауапты іс. Мүмкін Левиліктер жазбасында баяндалған бір оқыс оқиға туралы білетін шығарсың. Сонда киелі шатырда Құдайға тиісті құрмет көрсетпегендіктен кенет өлім құшқан екі діни қызметкер туралы баяндалған. Луқа мұнда осы жаңа киелі үйде Құдай рухына тиісті құрмет көрсетпеген екі шәкіртке қатысты ұқсас оқиғаны қосады. Олар да осындай тағдырды бастарынан өткізеді. Демек, қауымда кемшіліктер бар, бірақ ең үлкен мәселе сырттан келеді. Иә, сол басқа киелі үйден. Оның басшылары Мәсіхтің жаңа қозғалысынан қауіп көреді. Сондықтан олар елшілерді тұтқындайды.
оларды тоқтатуға тырысады. Осымен біз елшілердің істері жазбасындағы Иерусалимде орын алған соңғы оқиғаға келеміз. Біз жаңа шәкірт Степанмен танысамыз. Иә, Степан, ол сенімі жалындап тұрған адам. Степан шәкірттер арасында жарларға қызмет ететін жетекші. Ол ғибадатхананың ауласына барып, адамдарға Исаның жолы жайлы тәлімде береді. Ғибадатхана басшылары Степанды тұтқындап, жалған куәгерлер іздеп табады. Бұлар оны Мұсаның абыройына нұқсан келтіріп, киелі үйге қауіп төндіретін бүлікші деп айыптайды. Степан соған жауап ретінде бұл жағдайдың қаншалықты болжауға болатыны туралы күшті сөз сөйлейді. Иә, ол Жүсіп, Мұса және өзге пайғамбарлар сияқты өз халқы тарапынан қабылданбай қудаланған кейіпкерлерді ерекше атап өтіп, көне келісімдегі тарихты шолып айтып береді. Израиль халқы ғасырлар бойы Құдайдың өкілдеріне қарсылық көрсетіп келеді. Олардың Исадан және оның шәкірттерінен бас тартқаны, Құдайдың өзінен бас тартқаны. Дінбасылар ашуланып, қолдарына тас алып Степанға лақтыра бастайды. Ол өліп бара жатқанда өзін Исаның басқалардың күнәлары үшін азап шеккен жолына арнайды. Степан, ием, олардың бұл күнәсін мойындарына арта көрме деп дауыстап сыйынады. Бұл Исаның жанын құрбан еткен кезінде айтқан сөздеріне ұқсайды. Дәл солай. Степан Исаның қозғалысындағы алғашқы шейіт болды. Кейін тағы да көп сенуші сол тағдырды бастарынан өткізді. Бірақ бұл қуғын сүргінде үміт тұқымдары бар. Сондықтан Луқа бізді осы жерде жаңа кейіпкер, ынталы діни жетекшімен таныстырады. Ол Степан жан тапсырған кезде сол жерде тұрып, болып жатқан істі қолдайды. Күте тұрыңыз. Ол Саул, яғни кейінірек елші Паулға айналған адам. Иә, осылайша Луқа тіпті осы қайғылы кісі өлтіру оқиғасының Исаның патшалығының кеңеюін тоқтата алмағанын көрсетеді. Қайта қудалаған көп шәкірт Иерусалимнен шашырап кетіп, дәл Иса алдын ала айтқандай Яхудея мен Самарияға бет алады. Сол аймақтарда не болғаны елшілердің істерінің келесі бөлімінің тақырыбы болады.